Жезқазған әлемдегі жез жазираларының жоталысы, байырғы бабалардың ырыс несібе шалғыған қайырлы құтты мекен. Жезқазған кен орны жайлы тарихтың атасы атанған грек шежірешісі Геродот біздің дәуірімізге дейінгі 431-424 жылдар аралығында жазған тарих атты түбегейлі еңбегінде мол деректер келтіреді. Геродоттың тарихында массагеттердің мыс пен алтынды өз тұрмысында жаппай қолданатындығы айтылады. Қаныш Имантаев өзінің зерттеулерін былай деп жазады. Сонау массагет дәуірінде, бұл сақтардың кезеңінде, Жезқазған жерінде 100 мың тоннадан 200 мыңға дейін таза мыс өндірілді дейді. Яғни өндірістің қалыптасуы анау көне дәуірдің өзінде басталған. Міне Жезқазғанның тарихы сол кезден бастап алса керек. 20-шы ғасырдың басында мына кеңес үкіметі орнамай тұрып, ағылшындар келген уақытта ағылшынның инженері Гарвей деген ағылшынның парламентіне барып баяндама жасаған. Сонда былай дейді: Жезқазған деген бұл тынып тұрған мыстың даласы. Біз соны пайдалануымыз керек, соны игеруіміз керек, қолымызға алуымыз керек деп. Кеңес үкіметіне келгенге дейін осы үлкен кеңістікте шетелдің капиталистері келді. Сондай-ақ Жезқазған өңіріне қатысты аса құнды деректерді 1100-1165 жылдары өмір сүрген белгілі араб ғалымы Әл-Идрисидің Нустах, Әл-Муштак, Фи-Ихтах, Әл-Афак еңбегінен табамыз. Ол бүгінгі Ұлытау өңір мен Жезқазған төңірегін жайлаған тайпаларды гуздар деп атаған. Олардың мал шаруашылығымен бірге кен балқытып, алтын, күміс, мыс сияқты түсті металдарды орасан зор мөлшерде өндіретіндігін және сауда-саттықпен айналысатындығын жазған. Жезқазған өте ескі замандардың өзінде тау-кен жұмыстарының ауқымы керемет кең болды. Ең қарапайым есептеулердің өзі көне замандарда Жезқазған алқабынан кем дегенде 1 миллион тоннадан артық құрамы мысқа бай кен өндірілгенін көрсетеді. Академик Қаныш Сәтпаев. Әрине, Жезқазған қойнауындағы байлықты ашуда, түсті металлургия өндірісі мен Қарсақбайдың өркендеу тарихында ғұлама ғалым, мемлекет және қоғам қайраткері Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың орны әр кезде бөлек. Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың ең алыптығы сонда, әлемдегі жұлдыздың аты есімі берілген жалғыз қазақ осы Қаныш Имантайұлы Сәтпаев. Сондықтан Жезқазған өңірінің түрленуі де, қазір гүлденуі де, осы уақытқа дейін аман-есен болып жүруі де, келешекке әлі де жұмыс жасайтын мүмкіндігі де осы кісіге байланысты. Ол кісі адамзат тарихында тұңғыш рет металлогения деген ғалымды ашты, адамзаттың тарихында бірінші рет болып. Сол арқылы қазірге дейін Қазақстанның бүкіл байлығы жорамалдап барлығын қай жерден не жатқанын белгілеп кетті. Тарихтан білетініміздей, 1934 жылы Кеңестер одағы ғылым академиясының кезекті сессиясында Кеңестер одағы жоспарлау комитетінің және Қазақ автономиялық республикасы халық комиссарлар кеңесінің шешімімен үлкен Жезқазғанның өзекті мәселелері талқыланады. 5 күнге созылған сессия мәжілістерінде Қаныш Сәтпаев Жезқазған өндірісінің болашағы жөнінде 5 ғылыми баяндама жасайды. Сол басқосуда дүние жүзіне атақтары мәлім Архангельский, Обручев, Губкин, Веденеев және басқа да ғалымдар Сәтпаевты толық қолдап шығады. Бұл үлкен жеңістің басы болатын. Жезқазған дегенде Қаныштың атын айтпай өте алмайсыз. Негізі Жезқазғанның аты Қаныш қаласы деп айтса да болады. Бұрын бұл жерде арғы бергі тарихта Жезқазған деген сөз тіркесі кездеспейді. Еш жерде жоқ. Бұл кешегі Қаныштың осы арқа төсіне өзі кен іздеп келгенде жездің, Жезқазғанның жерін құтты мекен, қадірлі, қасиетті жер деп таныған. Жерінің астында жезі бар. Жезді қасқан ер бар деген қосығымнан келіп, Жезқазған деген сөз шыққан. Міне бүгінгі біздің Жезқазғанымыз сол Қаныш ағаның Жезқазған деген бір әдемі сөзін бүкіл әлемге Қаныштың атымен бірге танытты. Сонау 30 жылдары Қаныш Сәтпаевтың елжанды еңбегі болмаса,
Жезқазғанның кен байлығының ел игілігіне айналуы неғайбыл дүние болатын. Осы өңірді зерттеуге 10 жыл ғұмырын арнаған ұлы тұлғаның табанды ұстанымының арқасында Қазақстанда жаңа өндіріс орны бой көтерді. Жылдық өнімділігі 200 мың тонна болатын комбинат құрылысын бірнеше кезекпен іске қосып, оның бірінші кезегін 1940 жылдың аяғында аяқтау жоспарланды. 1936 жылдың екінші жартысында жобалау, ғылыми зерттеу, геологиялық барлау және басқа да дайындық жұмыстарына 2 миллион сом қаржы бөлінді. Осылайша Жезқазған өңірі алып құрылыс аймағына айналып шыға келді. Бір ерекшелігі, сонау 30 жылдардың аяғында өндіріс ордасы негізінен рудник қалашығына орнығады. Комбинаттың алғашқы әкімшілік ғимаратта сонда бой көтерген. Біз Жезқазған кенішіндегі ең ескі шахталардың бірі 30 шахтың жанында тұрмыз. Бұл шахты 41 жылдан бастап істеген, 48 жылдарға дейін өте көп руда берген. Отан соғысында уақытында ол шахтың басқарушысы болып қазіргі академик Өмірхан Аймағамбетұлы Байқоңырып істеген, 3 еседен асық өнім берген шахта. Ал бұл шахтаға дейін бұл өңірде ағылшындардың 18 шахтасы болған. 1 миллионнан артық таза мыс самұрауды қалған. Және әрбір ұруданың жаңа сапасы жағынан 5%-тен 10% кейін ұрудаларды алды. Рудник қалашығы 1935 жылдан 1954 жылға дейін үлкен Жезқазғанның қалыптасуына ықпал еткен елді мекен. Мыс алыбының алғашқы жетістіктері де осы жерден қаланғаны бүгінде баршаға аян ақиқат. Бұл Рудник поселкасының басты көшелерінің бірі. Бұл жерде таңдағанымыздың өзіндік себебі де бар. Өйткені үлкен Жезқазғанның үлкен бастауы дәл осы жерден басталған болатын. Сондай-ақ бұл көшенің бойы тұнған тарих. Айталық, мына ғимарат 1950 жылдары салынса, оның жанындағы келесі бір ғимарат Жезқазған кен байыту комбинатының ең алғашқы кеңселерінің бірі. Кейіннен болашақ қаланы Кеңгір өзенінің бойына салу жоспары қолға алынады. Өйткені өндіріс өте көп мөлшердегі суды қажет ететіні белгілі. Ал ол жылдары Кеңгір өзені қазақ ауылдарының жар жайлауы болатын. Жезқазған қаласында кіре берісінде бер жағында қалың орман тұрған жоқ па? Соларға бір 10 шақты биені байлады. Сөйтсек, бірінші рет мен Қаныш Имантай Сәтбаев соларда көрдім мен. Сосын мынау Қанекең деген кісі осы мына Жезқазғанның өндірісін көзін ашып, жан-жағын зерттеп, осыны халыққа көрсетіп, еңбек етіп, рудникті ашып бастап атқан осы кісі деп маған түсіндіріп айтты. Енді соған енді мұның Тайса деген кісі бар. Тайсасы кім десем, Тайса кісі бәйбішесі екен, әйелі. Ағамыздың, Қаныштың. Сосын сол Тайсаға мына орда ол кісі қымыз жақсы көреді екен. Сондықтан мына орда биесі 10 шақты бие байлатып отырмын. Сол енді анда-саңда Тайсаға сол қара торсық бірен 10 литр, 15 литр қымыз қой, көтер апарып беріп тұрасың. Аптасына 1 рет, 2 рет деп істеді. Міне сөйтіп бірінші рет мен Тайса Алексеймен танысып, екінші рет сол кісінің арқасында Қанекеңмен танысып, сөйтіп сол жаңағы Жезқазған деген қаланың алғашқы атын естіген. Мысты өңірдің тарихын зерттеп жүрген жергілікті қаламгерлердің бірі Батырбек Мырзабеков. Ол Жезқазғанның өсіп өркендеуін өлкенің көне шежіресімен тығыз байланыстырады. Осы мына Жезқазған тұрған жердің өзі бұрын Бекболат сайы аталған жер. Жезқазғанның осы бүгінгі табанына кеп сызар кезде бірнеше жерлерді ойластырған. Оны мен кезінде өзім осы Қаныштың ізбасары қатар жүрген серіктесі Штефанов деген бір ғұлама кісінің 80 жылдығына орай интервью алуға барғанымда сол кісі айтқан еді. Біз Қарсақбай мыс зауытын 29 жылы өндіріске қосып, енді әрі қарай өндірісі дамыта келе, бұл Қарсақбай мыс зауытының мүмкіндігі біздің ойлаған шеңберімізге жетпейді. Мынау мысты өндіруді кеңейту, мына жер асты байлығын игеру үшін бізге үлкен завод салу керек болды. Оны қайына саламыз дегенде, Қаныш екеуміздің іздеп тапқан жеріміз Қос Кеңгірдің сағасы, өзен суы мол жететін осы Бекболат сайдың келбеті деді.
осынау берекелі өлкенің терең тарихы жәдігерлер тілімен де мол мағлұмат береді. Айталық, Жезқазған өндіріс аймағының өсіп өркендеуінің даңқты жылнамасы Қазақмыс корпорациясының тарихи өндірістің музейінде тұнып тұр. Бұл белгілі ғұлама ғалым Қаныш Сәтпаевтың жұмыс столы. Ресми деректерге жүгінсек, соны 30 жылдары ағылшындар Қаныш Имантайұлына осы столды сыйға тартқан. Бұл бұйым ұзақ жылдар бойы Қарсақбай металлургия комбинатының директоры Қадыр Мәткеновтің қорғауында болған. Тек 1997 жылы Абыз Ақсақал осы столды осы Жезқазған металлургия комбинатының мұражайына тапсырыпты. Академик Сәтпаев пен Жезқазған аймағы екі ұғым. Ғұлама ғалымның бұл өңірдің дамуына қосқан үлесі жайлы жоғарыда тоқталдық. Музей қорындағы дүниелерде тағылымды деректерді танымдық айғақтармен толықтыра түседі. Қаныш Имантаев Сәтпаевтың жобасы бойынша екі қала емес, бір-ақ қала болу керек тұғын. Бұл қала Жезқазған қаласы. Бірақ сол уақыттағы саясаттың, сол уақыттағы тартыстың кесірінен Жезқазған қаласы және Сәтпаев қаласы, немесе сол уақыттағы Никольский қаласы болып қалыптаса бастады. Біреуі кеншілер қаласы, екінші металлургтер қаласы болып қалыптасты. Деректерге жүгінсек, 1940 жылдың аяғында үлкен Жезқазған құрылысын ауқымды жүргізуге қажетті алғышарттардың барлығы қалыптасыпты. Алайда 1941 жылы басталған Ұлы Отан соғысы бұл іске өз өзгерістерін енгізгені белгілі. Ал 1940 жылдан бастап Жезқазғанның ГУЛАГ жүйесіне берілуі оның азаматтық құрылысынан гөрі мыңдаған тұтқындардың еріксіз еңбегіне негізделген әскери казармалық жұмысқа айналғандығын көрсетеді. 1943 жылы Жезлак деген атпен пайда болған ерекше далалық лагерь Степлак 1948 жеке лагерь болған екен. Сол кезеңде 54 жылға дейін, ең соңғы таратылу 55 жылға, сол уақыт дейін 25 мың тұтқын жұмыс істеп, сол Жезқазғанның жер байлығын мысын игеруге үлес қосқан екен. Міне оның өзі де үлкен бір беттер, яғни миллиондаған халықтың, мыңдаған халықтың тағдыры шешілді. Жезқазғандық Тұрғанбек Аланиязов Степлак қасіретін көптен бері зерттеп жүрген ғалым, жүздеген мақалалар мен бірнеше кітаптың авторы. Мы находимся на территории управления степного лагеря МВД СССР. Біз қазір Степлактың бас басқармасы ғимаратының алдында тұрмыз. Тап осы үш ғимараттан тұратын кешенде 1948 жылдан 1956 жылға дейін мыңдаған адамның тағдыры шешілді. Лагерь тұтқындары негізінен 58 баппен сотталғандар еді. Олар Кеңгірдің байыту фабрикасы, су қоймасы, басқа да әлеуметтік нысандар құрылыстарында еңбек етті. Ауыр жұмыс лагерь басшылығының зорлық зомбылығы атақты Кеңгір көтерілісіне әкеп соқты. 1954 жылдың мамыр айындағы Степлак көтерілісі сол кезеңнің өзінде ГУЛАГ жүйесінің шаңырағын шайқалтқаны тарихта мәлім. Бір таңданарлығы 30 күндік оқиға өрбіген ғимараттардың қабырғалары әлі күнге дейін сақтаулы. И данная столовая используется в качестве киноклуба. Вот мы отсюда видим, здесь... Мына жерде лагердің 400 орындық асханасы болған. Ал кешке кеңестік идеологияны насихаттайтын кинокартиналар көрсетілген. Байқап отырсаңыздар, қабырғаның құлаған сылақтарының арғы жағынан керемет паноның жұрнағы байқалады. Мәскеу, Кремль, сол кездегі мәшинелер мен теміржол составтары шынайы салынған. Талғампаз суретшінің қолынан шыққан дүние екендігі көрініп тұр. Әрине, мұндай оқыс оқиғаның жаңа қала құрылысына түбегейлі зардабын тигізуі қиын. Ол жылдары құрылыс жұмыстары қарқын алған шақ. Мәселен, қаңтар айында байыту фабрикасы іске қосылуымен Жезқазған комбинаты екі ірі кәсіпорынға айналады. Жезқазған кен басқармасы және Жезқазған мыс заводы. Сонымен қатар Кеңгір су қоймасының құрылысы аяқталып, 173 миллион текше метр су толтырылады. Ал тамыз айында алғашқы мәдени ошақ құрылысшылар сарайы ашылады. Сол жылдың 30 тамызында нөмірі 51 қуаты шақта пайдалануға берілісімен Жезқазған кен басқармасы бұрынғы Кеңестер одағындағы ең қуатты кәсіпорынға айналады.
Қазымыз құрылыс тресі 1946-1954 жылдар аралығында пайдалануға 108 мың шаршы метр тұрғын үй тапсырды. Жезқазған қалашығында ондаған жаңа көшелер пайда болды. Мәдениет сарайы, 4 орта мектеп, 8 балабақша, аурухана, дүкендер, нан және сыра зауыттары салынды. 1958 жылы ашылған Жезқазғандағы ең байырғы көшелердің бірі осы Абай көшесі. Оның ұзындығы 3200 метр. Осы көшенің бойындағы мына көне ғимараттар да сол жылдардың жемісі. Жалпы кез келген қаланың өз өркендеуі көлік қатынасына, соның ішінде темір жол желісіне тікелей қатысты. Өйткені жол өмір өзегі. Мысалы, Қарағанды Жезқазған темір жолы сонау 30 жылдардың аяғында іске қосылғаны белгілі. Демек, халықтың барыс келісіне шойын жолдың рөлі маңызды болған. Сол кездің өзінде Жезқазғанға қоныстанушылар саны көбейеді. Демек, жұмыс күші артты деген сөз. Бұл дегеніңіз жас қаланы өркендетудің басты кілті. Сол уақытта алғашқы түскен үйлер Сибирьден әкелген бөренелермен, аппақ ақ бөренелер сонда салынған үйлер тұғын. Бұл үйлерге біз кімде болса қызығып қарайтындығымыз. Бұған тек қана сол уақытта Жезқазғанның бойында, жол бойында істейтін путеистер ғана тұратын тұғын. Енді мұның ар жағында біз жекеменшік үйлерді, жер көпе сияқтан үйлерді сол уақытта үйлерге салындық. Ол ана мезоттың бер жағында, мына үйдің ар жағында. Ал мына темір жол бойының ар жағында. Ар жағында малымыз жайылып жататын тұғын. Біз сол жақта құдықпенен, негізі қауғаменен малымызды, жылқыларымызды бәрі суаратын тұғымыз. Жезқазған вокзалы қаланың басты қақпасы. Алғашқы үйлер, тұңғыш әлеуметтік нысандар да осы маңда орныққан. Мәселен, Жезқазғандағы ең алғашқы білім ордасы саналатын нөмірі 133 орта мектеп вокзалдың дәл іргесінде тұр. Қарағайдан салынған көне ғимарат. Бөлмелері кең әрі жарық. Қазір бұл жүздеген оқушысы бар аралас мектеп. 1938 жылы пайдалануға берілген. Негізі бұл ең алғаш осы жерде Жезқазған станциясының темір жолының салынуына байланысты сол станция маңайындағы балаларды оқыту мақсатында, қызметкерлердің, темір жолшылардың балаларына сапалы білім беру мақсатында осында аралас мектеп болып салынған мектеп. 280 балаға арналған, жобалық күштілігі. Жалпы өздеріңіз көріп тұрғандай негізі архитектурасы сонау кездердегі 75 жылдық тарихы бар мектеп деп қарасаңыздар, сонау замандардан сыр шертеді, және де бұл сүйегі, діні мықты мектеп. Бұл мектеп осы қаламыздағы 75 жылдық тарихы болса да ең жылы мектептердің бірі ғана емес, бірегейі деп білеміз. Тұңғыш мектеп пен балабақша, алғашқы көшелер мен ғимараттар, бірінші өндіріс жетістіктер мен жаңашыл бастамалар жезқазғандықтарды тек жасампаздық істерге жұмылдырды, үлкен армандарға қанаттандырды. Көп кешіктірмей 1954 жылдың соңында сол кездегі республика орталығы Алматыдан қуанышты хабарда келіп жетті. 1954 жылдың 20 желтоқсанда Қазақ ССР жоғары кеңесі президиумының жарлығымен үлкен Жезқазғанның шағын қалашығы Жезқазған қаласы болып аталды. Оның құрамына Рудник Жезқазған, жұмысшы поселкісі және жаңа салына бастаған Никольск қалашығы, қазіргі Сатпаев қаласы енді. Сарыарқаның сағымымен бір құшқан, сәулетіммен сәніменен нұр құшқан, салтанатты Жезқазғанның қаласы, асты алтын үсті күміс Гүлістан. Жезді бойы жез қалам, жер түбінен жез далам, алтын қалам кең далам, сенен ұшқан той қалам,